Сәлем балалар, үшін сынып қазақ тілі 58-ші сабақ сөйлем мүшелерінің байланысы тақырыбы. 29-ші жаттығуды түсініп оқы. Мен Астана қаласының кішкентай ғана тұрғынымын. Астана өте әдемі қала. Неше түрлі ойын, сауық орталықтары бар. Сәулетті ғимараттар да өте көп. Өскенде туған қаламның өркендеуіне өз үлесімді қосамын. Мәтін жыл 12 ай кітабынан алынған. Балалар, ал енді сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы? Оған ат қой. Мәтін Астана қаласы туралы. Мәтіннің тақырыбы Астана қаламыз болсын. Келесі сұрақ. Астанадағы сәулетті ғимараттар туралы білетініңді айт. Және оларды дереккөздерден қарап алыңдар. Астанада өте керемет сәулет ғимараттары белгілі. Олардың қатарында Бәйтерек, Хан Шатыр, Экспо халықаралық көрмесі де бой көтерген. Бәйтерек ұзындығы 94 метр. Әлемдегі ең биік әрі ғажайып ғимараттардың қатарында. Келесі сұрақ. Сызба арқылы сұрақ қойып, өзара байланысқан сөздерді табыңдар. Мен Астана қаласының кішкентай ғана тұрғынымын. Кім тұрғыны? Мен тұрғынымын. Қандай қала? Астана қаласы. Қандай тұрғын? Кішкентай тұрғынымын. Ненің тұрғынымын? Қаласының тұрғынымын. Келесі ережені мұқият жаттап ал. Сөйлем мүшелері мағынасына қарай өзара байланысып айтылады. Олардың байланысы сұрақ қою арқылы анықталады. 30-шы жаттығу. Мәтінді көркем жаз. Астана еліміздің ордасы. Маған өз қалам өте ұнайды. Астана қаласы күн сайын көркейіп, өсіп келеді. Сөйлемдегі сөздердің байланысын тап. Астана қандай қала? Астана еліміздің ордасы. Еліміздің несі? Еліміздің ордасы. Осындай сөйлемдер байланысады. Келесі сөйлемде. Маған өз қалам өте ұнайды. Маған ұнайды, өз қалам өте ұнайды сөздері байланысады. Мына сызбаға қай сөйлем сәйкес келетінін айт. Бұл сызбаға үшінші, яғни соңғы сөйлем сәйкес келеді. Астана қаласы күн сайын көркейіп келеді, өсіп келеді сөздері байланысады. 31-ші жаттығу. Сызба бойынша тиісті сөйлем мүшелерін тауып жаз. Бірінші сызбада бастауыш және баяндауыштан тұруы керек. Мысал үшін, алмас келді. Мұндағы алмас бастауыш, ал келді сөзі баяндауыш қызметін атқарады. Келесі сызбада бастауыш, баяндауыш және бір тұрлаусыз мүше болуы қажет. Демек, бұл сызбаға айдын өзенге келді сөйлемін мысалы қылуға болады. Мұндағы айдан бастауыш, келді баяндауыш, ал көлге сөзі тұрлаусыз мүше болады. Келесі сөйлем. Асқар үйге кештетіп келді. Мұндағы асқар сөзі бастауыш болса, келді сөзі не істеді сұрағына жауап беріп, сөйлемдегі баяндауыш қызметін атқарып тұр. Ал үйге кештетіп сөздері сөйлемдегі тұрлаусыз мүшелер болып табылады. Жарайсыңдар болар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, осы каналға тіркеліп алатын болыңдар.